Украинада мерзімнен бұрын президенттік сайлау өтіп жатыр. Бұл соңғы 7 күндегі әлемдегі ақпарат құралдарының басты тақырыбына айналды. Армысыздар. Сіздермен бірге Елдар Бақпай, бұл жаһанға шолу бағдарламасы. Әрі қарай көретіндеріңіз. Украина президентін таңдауда. Бұл сайлаудың заңдылығын келушілер саны анықтайды. Жауапкершілігі жоқ лаңкестік әрекеттер. Қытай мен Нигерияда содырлар қолынан жүздеген адам қырылды. Түйеден таралған індет қажылардың жоспарын өзгертуі мүмкін. Эпидемиологтар қажылықты кейінге шегеруге кеңес беруде. Украинада тәуелсіздік жылдарындағы 5-ші президентті таңдауда. Сайлау Виктор Януковичтің президент тағынан аластатылғанына байланысты. Жоғарғы Раданың шешімі бойынша мерзімнен бұрын өтіп жатыр. Бұл сайлауда кімнің жеңіске жететіні әлден белгілі, ал оның заңды түрде өтуі екі талай болып тұр. Мұнда келушілер санына шек қойылмады. Оның заңдылығын дауыс бергендердің жоғарғы саны ғана анықтайды. Украиналық саясаткерлер мен сарапшылар да, сондай-ақ Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы байқаушылары да осындай пікірде. Украиналық орталық сайлау комиссиясы 13 сәуірде Қырым мен Севастопольде президент сайлау бойынша округтық сайлау комиссияларын құрудың мүмкін еместігін мойындады. Қазір Украина картасында Донецк және Луганск облыстары айрықша назарда тұр. Мұндағы сайлау учаскелерін федералдықты жақтайтындар қоршауға алып бекітіп тастаған. Ал мынау осындай кедергілер туындауы мүмкін облыстар. Өзін-өз жариялаған Луганск және Донецк халық республикаларының басшылары аймақта дауыс бермейтінін айтты. Олар кез келген қарсы әрекет жасауға, тіпті сайлау учаскелеріне шабуыл ұйымдастырып, күш қолдануға дейін баруға уәде берді. Әр сөзімізге есеп бере отыра Донецк және Луганск облыстарының үлкен аумақтарында сайлауды ойдағыдай өткізу енді мүмкін емес екен, ешкімді алдамастан ашық айтамыз. Сайлау комиссияларына шабуылдар жасалды. Мөрлер, комиссия басшылары ұрланды. Бұл сайлауды болдырмауға бағытталған қылмыскерлердің ісі. Бірақ Украинаның шығысындағы халық сайлауға немқұрайлы қарап отыр. Мен мұндай Украинада тұрғым келмейді. Мен Донецк халық республикасына тұрғым келеді. Сондықтан мен өз таңдауымды жасап қойдым. Сауалнамалардың қорытындылары мұндай сайлаушылардың 41%-ға жуығы сайлауды заңсыз деп санағандықтан оған қатыспайтынын білдірген. Ал жергілікті тұрғындардың жартысынан астамы үміткерлердің ешбіріне көңілдері толмайтынын айтқан. Сондықтан олар сайлауға бармаймыз деген. Ал президент үшін тағы кім таласып отыр? Осы бүлікті, осы қырғында бастағандар таласуда. Адамдар қырылып жатыр. Мен лайықты үміткерді көріп тұрғаным жоқ. Ал Украина билігі Донбастағы сайлаушылар қандай да бір себептермен учаскелерге келмесе де, бұл сайлауды заңсыз деп тануға еш себеп болмайтынын мәлімдеді. Енді мына аймақтардағы украиналықтардың алдында сайлауға өте көп келу міндет тұр. Осылайша олар шығыстағы олқылықтың орнын толтыра алады. Сарапшылардың да пайымы осындай. Енді үміткерлер сөз етейік. Біздің келесі материалымыз солар жайында. Сайлауға 21 үміткер қатысуда. Оларды шартты түрде көшбасшылар, радикалдар, аймақшылар мен анық өтпейтіндер деп үлкен 4 топқа бөлуге болады. Бұл сайлаудың анық көшбасшысы миллиардер Рошен кондитерлік фабрикасының иесі Петр Порошенко. Сан қырғынды басынан кешкен украиналықтар оны ең алдымен байсалды саясаткер ретінде қабылдайды. Оны тіпті елдің оңтүстігі мен шығысында да жақсы бағалайды. Я сама из города Славянска, с Донецкой области. Мен Славянскіденмін, Донецк облысы, Киевке қонаққа келгенмін. Бізге өз қаламызда дауыс беруге тыйым салынса да, біз отбасымызбен Харьков облысына барып, сонда дауыс беретін шығармыз деп сенемін. Шалқыған бай Порошенко мемлекеттен, халықтан ұрламайтын шығар деген үмітім бар. Честно, я буду голосовать за... Шынымды айтсам, мен өзіме ұнамайтын үміткерге дауыс бермекпін. Енді менде басқа таңдау жоқ. Бәлесі аз біреуін таңдауға тура келеді. Задач очень много и очень сложная. Үміткер көп, таңдау қиын. Өкінішке орай олардың ешбірі барлық талаптарға сай емес. Сондықтан ішіндегі бәлесі ең аз біреуін таңдаймыз. Сайлаушылардың 25% өз таңдауы туралы осылай дейді. Ал Украинаның экс-премьер-министрі Юлия Тимошенко көшбасшыдан үлкен айырмашылықпен екінші орында тұр. Ол 2004 жылғы қызғылт сары революция кезінде майдандағы мінберде Порошенкомен қатар тұрған болатын. Қазірде дұрыс таңдау жасамаса, жаңа майдан жасауға уәде беруде. Оның заманы өтті. Ол өзін сан қырынан көрсете білді. Біз одан шаршадық. Адамдарға жаңа күш керек. Мен бұрынғыдай Тимошенко үшін дауыс берем. Ал үшінші орында Сергей Тигипко. Оның рейтингісі 7%-ға жете қабыл. Ол Виктор Януковичтің бұрынғы партияласы.
Я за интеграцию в европейский. Мен еуропалық құрылымдармен бірігуді жақтаймын, бірақ сондай-ақ Ресеймен де тығыз ынтымақтастықты қолдаймын. Бұл Ресеймен арадағы біздің экономикалық байланыстарымызды тез арада орнату үшін қажет. Мен Ресей басып алды деп есептейтін Қырымдағы проблемаға қарамастан бұған қол жеткізуге болады деп ойлаймын. Өз басым мұнымен ешқашан келіспеймін және мойындамаймын. Осы үміткерлердің барлығы дерлік Қырымды қайтаруға және елдегі экономикалық жағдайды жақсартуға уәде беруде. Ал ең радикалды бағдарламаларды Ресейде ұлтшылдар деп атайтын Свобода партиясының төрағасы Олег Тягнябок, жоғарғы рада депутаты Олег Ляшко және оң сектордың серкесі Дмитрий Ярош ұсынды. Бірақ майданнан кейін украиналықтардың радикалды партияларға деген көңілі қатты суып қалды. Олардың халықтың 1%-дан астамы ғана қолдайды. Украиналықтар бұл сайлаудың кез келген нәтижесі азаматтық текетіресті тоқтатып, заңды тұрғыда сайланған президент пайда болады деп сенеді. Нам всем нужен президент. Біздің бәрімізге президент керек. Ол қоғамды тұрақтандырудың кепілі болмақ. Сондықтан халық қандай үміткерді сайласа да, бізге ол өте қажет. Дауыс беру қорытындысы 4 маусымда жарияланады, бірақ алдын ала нәтижесі ертең белгілі болуы мүмкін. Ал Мәскеу Украина шекарасынан әскерін әкете бастағанын мәлімдеді. Олар бұл әрекетін әлемдік ақпарат құралдары арқылы көрсетті. Ал Петербургтегі экономикалық форум барысында президент Владимир Путин Ресей, Украин халқының сайлауын құрметтейді деп мәлімдеді. Я хочу подчеркнуть. Бізде жағдайдың тұрақтанғанын қалаймыз және біз Украин халқының сайлауына құрметпен қараймыз. Мен Украинадағы жағдай жақсарады және біз қарым-қатынасымызды қайта қалпына келтіреміз деп сенем. Осы аптада Қытай мен Нигерияда көп адамның өліміне себеп болған қанды жарылыстар болды. Лаңкестік әрекеттерді ешкім мойнына алған жоқ. Нигерияның Джос қаласында 2 жарылыстан 118 адам қаза тапты. 30 минут ішінде 2 жарылғыш зат іске қосылған. Екінші жарылыс болған кезде оқиға орнында құтқарушылар жұмыс істеп жатқан болатын. Нигериядағы бұл қантөгістің артында Боко Харам ұйымының тұрғанына ешкім күмән келтірмейді. Жарты ай бұрын олар елдің солтүстігінде 200-ден астам оқшы қызды ұрлап әкетті. Олар әлі күнге дейін табылған жоқ. Көмекке келген шетелдік арнайы қызмет әскері де шарасыздық танытуда. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Аль-Каида мен сыбайлас Боко Харам тобын лаңкестік ұйымдардың тізіміне қосты. Енді оларға қарсы қаржылық санкциялар қабылданатын болады. Бірақ бұл шаралар джунглидің ну орманында жасырынған және қолма-қол ақшамен есептесетін содырлар үшін кедергі бола қоймас. Ал мынау Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономды округіндегі Үрімші қаласында болған қанды жарылыстың салдары. Базардағы қантөгістерден 31 адам қаза тапты, кейін ауруханада тағы 8 тұрғын көз жұмды. 100-ге жуығы жарақат алды. Белгісіз біреулер 2 көлікпен адамдарды қағып жарылғыш заттар лақтырған. Бұдан басқа қаныпезерлер мінген көліктердің бірі жарылды. Полиция Үрімшіде шабуыл жасаған 5 адамның жеке басын анықтады. Олардың біреуі оқиға орнында қамауға алынды. Қалған 4-еуі жан тапсырып, ДНК арқылы кім екені анықталды. Полицияның мәліметінше, бұл 5 лаңкес бұрыннан экстремистік іспен айналысады екен. 2013 жылдың соңында олар қылмыстық топ құрған. Таиландта әскери тәртіп енгізілді. Бұл әскерилерге күш қолдануға, қамауға алуға және азаматтарды көшіруге рұқсат береді. Сондай елде цензура мен коменданттық сағат жария етілді. Әскер Бангкоктағы барлық наразылық шерулеріне тыйым салды. Таиландтағы ереуілдердің өткеніне жарты жылдан асты. Қақтығыстардан 80-нен астам адам қаза тапты. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі біздің елден барған Таиландтағы барлық туристерге биліктің талабын сақтап, жаппай шараларға қатыспауды ұсынуда. Ал эпидемиологтар Сауд Арабиясына мүлде бармауға кеңес беріп жатыр. Сауд Арабиясындағы түйеден таралған өкпе ауруынан қаза тапқандар саны сәуір айында күрт артты. Әрбір 3-ші жағдай кісі өліммен аяқталды. Бұдан басқа жаңа індет Таяу Шығыс аймағынан шығып кетті. Қазір Таяу Шығыстың тыныс алу мүшелерінің синдромы әлемнің 13 елін аяқталды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жағдайда алаңдатарлық, бірақ төтенше емес деп есептейді. Эпидемиологтардың вирустың жаңа түрі қатты жұқпалы емес, бірақ басқа түрлеріне қарағанда бір жұқса адамды өлтірмей тыңбайтын аса қатерлі дейді. Ғалымдар инфекцияны таратушы түйелер екенін анықтады. Біз тиісті эпидемиологиялық жүйені енгізгеннен кейін ол эпид бақылау жүйесі біз бақылап отырмыз. Қазір таңда біз барлық әлемде тіркеліп отқан пандемиялық вирустарды анықталамыз. Қазақстан Республикасында бірде-бір респираторлық вирустық синдром, коронавирус әлі анықталған жоқ. Әзірге вирустың таралуымен күресудің жалғыз жолы оны жұқтырып алу мүмкіндігін шектеу. Бірақ бір айдан кейін Сауд Арабиясына қажылық парызын орындау үшін әлемнің түпкір-түпкірінен миллиондаған мұсылман сапар шегеді. Ал
осы біздің жолаушыларға, шетелге шығып жатқан жолаушыларға біз айтатынымыз осы интернет арқылы сол баратын елдің эпидемиологиялық жағдайын білу керек. Біздің жолаушылардан және хажға шыққан адамдардан сертификат сұрауы мүмкін. Ол вакцинация жасаған үшін. Ол менингитке қарсы және тұмауға қарсы вакцинация жасауымыз керек. Осы аптадағы әлемнің бет-бейнесі осындай болды, бірақ бір оқиғаны айтпай кетуге болмайды. Балқан елдері соңғы 120 жылда ең алапат тасқынды бастан кешіруде. Табиғи апаттардан 40-тан астам адам көз жұмды. Мыңдаған тұрғын қауіпсіз жерлерге көшірілді. Бұл Босния және Герцеговинадағы ауқымды құтқару операциясының бір көрінісі. Сарбаздар 3 айлық сәбиді жүргік бесігімен бірге тікұшақ портына көтерді. Мен сіздермен келесі жексенбіге дейін қоштасамын. Жер жаһан тыныш, еліміз аман болсын ағайын.